Алдарыңызда құрмет қошеметпен Ерлан Хаманов және Пернегүл Жұбаназарды қарсы алыңыздар. Дәл осындай құрметпен Қуанышбай мырза және де Айгерім ханымды қарсы алыңыздар. Аман мырза Мөлдір ханым. Келесі біздің түлекіміз Рүстем Райхан ханым. Келесі Ержан және де Гүлназ ханым. Салыңыздар, Данияр мырза Ләззат ханым. Келесі біздің қонағымыз Ерлан және Айбарша ханым. Және де Жұлдызай ханым. Келесі қонағымыз Насихат мырза мен Шырынкүл ханымды құрмет қошеметпен қарсы алайық. Алдымызда анасы болып кездесіп атсыңдар. Бәр жаңалықтардың барлығы құтты болсын. Көбейе беріңдер, көркейе беріңдер. Талаптарына нұр жаусын. Баталарында үлкен кісілерден мешітке бардыңдар, Құран бағыштап. Айтып жатыр бұл кешеден 300 жас, 37 жас екен. Бұда жоллардың барлығы қабыл болсын. Қайда сіздерде аман болыңдар. Енді қарап отырсам, өмір деген земле ғой. Земле өсіп қалсыңдар, есейіп, бәрі бұдан есейіп. Өздерінің жайында айтып жатсыңдар. Мен әлем көтердім, жарқын бар. Өтпес үшін көрлі керге көнім, бізге керек тәрбие білім. Ұстаздарға алғыс айтам бүгін, шәкірт үшін бұл үлкен сағым. Неге бүгін ұстаздар күні, атсын қоғамда құным, сыймай қошаққа гүлім. Сыймай қошаққа гүлім,
Bizning bugungi kechimizni gullantirgan ananas tobi.
Сонымен әрі қарай жалғастырамыз дәл осындай номинация кездесейік әлде жүздесейік атты 20 жылдық кездесуде белсенділік танытқан үшін Ләззат ханым сыныптағы қылықты ару номинациясымен марапатталады. Келесі номинация бидің түбін түсіретін көңілдіміз номинациясымен Гүлжанат марапатталады. Келесі көп балалы ана номинациясымен Райхан ханым марапатталады. Рахмет, әрі қарай жалғастырамыз. Алыстан келген қонақ номинациясымен Рүстем мырза марапатталады. Келесі номинация Сабырлы жігіт номинациясымен Аман мырза марапатталады. Келесі қызық номинация Бекқор әке номинациясымен Сабырхан мырза марапатталады. Келесі номинация Ақ қалатты Абзал Жан номинациясымен Тұрсынкүл ханым марапатталады. Және келесі номинация үздік ұйымдастырушы номинациясымен Гүлзат ханым марапатталады. Келесі номинация ұлағатты ұстаз номинациясымен марапатталады Гүлназ ханым. Келесі номинация салмақты ару номинациясымен Айбарша ханым марапатталады. Келесі өте жақсы номинация көп балалы күміс алқалы ана номинациясымен Алмагүл ханым марапатталады. Келесі 8 қырлы бір сырлы жігіт номинациясымен Еркін мырза марапатталады. Келесі сабырлы жігіт номинациясымен Сабырлы жігіт Ерлан мырза марапатталады. Келесі номинация Ажарлы ару номинациясымен Жұлдызай ханым марапатталады. Келесі номинация ең нәзік ару номинациясымен Мөлдір ханым марапатталады. Келесі номинация сыныптағы краш номинациясымен Насихат мырза марапатталады. Келесі номинация Жестаңдай әнші номинациясымен Пернегүл ханым марапатталады. Белсенді
Сүйікті қыз номинациясымен Шырынкүл ханым марапатталады. Келесі номинация Россиядан келген қонақ номинациясымен Ержан мырза марапатталады. Рахмет, әрі қарай еңбекқор әке номинациясымен Данияр мырза марапатталады. Сыныптың сүйкімді аруы номинациясын жеңіп алған Айгерім ханым марапатталады. Келесі номинация көп балалы әке номинациясымен Асылхан мырза марапатталады. Енді келесі номинация кәсіпкер жігіт номинациясымен Бауыржан мырза марапатталады. Келесі іскер азамат номинациясымен Ерлан мырза марапатталады. Келесі табыскер әке номинациясымен Қанат мырза марапатталады. Келесі белсенді жігіт номинациясымен Қуанышбай мырза марапатталады. Келесі номинация жан жақты ару номинациясымен Эльвира ханым марапатталады. Енді келесі номинация ол осы жерден тағайындалған номинация бүгінгі кештің ең сыйлы қонағы деген номинациямен біздің сынып жетекшілеріміз марапатталады. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, осындай керемет сыйлық тек сіздер үшін. Бүгінгі кештің ең сыйлы қонағы номинациясымен сынып жетекшілер марапатталады. Қадірменді бүгінгі біздің 20 жылдық кешімізді туған күнін тойлап жатқан Гүлвира ханымға ерекше қошемет болсын. Ал апай, болған күніңіз құтты болсын. Сізде бір тойын, екі тойын қабат болсын деген халықпыз ғой, сол себептен де достары және бауырларыңыз тосын сый жасап жатыр. Бір ақ тілек болсын, біз кешімізді ары қарай жалғастырайық. Құттықтап келген кісілерден бір ақ тілек болсын. Қымбат жеңешем менің, шаңырақта үлкен жеңгем. Қызым, туған күнің құтты болсын, денің сау болсын. Жүгіңмен жазылма. Рахмет бәріңе де. Құтты болсын туған күнің ақылы. Жұқтарың жазылмасын, орталарың тола берсін, азаймасын орталарың. Көбей беріңдер, көптей беріңдер. Бақыттың базарында, Алланың назарында болыңдар. Рахмет апай, аман болыңыз, сау болыңыздар. Келіңіз. Менің подружкам, класстасым бар, Нұржан деген 11 жыл бір партада отырған марқұм жаңағы қайтыс болып кетті алған соғысында. Сүйген жарым. Басқа кештеріңіз құтты болсын. Дентеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Кереметте кешті ары қарай жалғастырғандықтан менің мінезім көркем, ерекше адал болсын. Яғни Гүлмира Күрметқызының туған күні құтты болсын. Денің сау, отбасы аман болсын. Тек жақсы күндерде осылай абырой биігінде құрмет төрінде жүремін. Рахмет, апай, бақытты болыңыз дейміз. О тіршілік не берсең де арнап бер, алтын балық ілінетін қармақ бер, бақыт бер де бармақтай сол бақытты басып тұрар батпандай бір салмақ бер деген екен. Бақытты болыңыз, бар болыңыз, бай болыңыз, ең бастысы денсаулығыңыз мықты болсын. Енді құрметті қадірменді ханымдар, сіздер енді күте тұрыңыздар, біздің өзіміз сценарийіміз бар еді.
барлықтарымыз ортадан кетпейміз, дәл осылай дөңгеленіп тұра қаламыз. Өйткені біздің бүгінгі тосын сыйымыз бұнымен біткен жоқ. Бүгінгі біздің кешімізді ұйымдастырушы бір топ ағаларымыздың атынан сіздерді құттықтауға, мерейлеріңізді асыруға, жүрсіннің жүйрігі, айтыскер ақын, қазалының намысын жыртып жүрген Төреғали Төрәлі, Айгерім, тағы да басқа көптеген Мәлік Жамбылұлы жұлдыздарға ән жазып жүрген ақын Елнұр Нұрқасымұлдарыңыз арнайы келіп тұр. Ендеше құрмет қошеметпен аман болыңыздар, сау болыңыздар. Біздің осы күнге жеткізген барлығы сіздердің арқаларыңыз. Енді ағаларымыз отырса, үстінде кәделеріміз жоғары жақта тұрса, керемет бір естелік фотолақсы болса. Керемет, жақсы өздеріме көңіл көтерді. Барлығына үлкен алғыс айтамыз. Және осы жерде бағана бері мынау бізге қызмет жасап, өздерінің қызметіменен жүгіріп жүрген келіндер бар, және мына жерде отырған күйеу балдарымыз бар. Рахмет сіздерге де. Мынау қыздарымызды әдемі қылып, алақандарында ұстап осылай алып келдіңдер. Әрдайым осындай жүре беріңдер, әдемі жұптарың жазылмасын. Осы көріп үлкендер бақытты болыңдар. Аман болыңдар, елдеріңе аман жетіңдер. Керемет осы кешті ұйымдастырған қыздар, жігіттер, келіндер, күйеу балалар, барлығыңдар аман болыңдар, көктеңдер, өсіңдер, елдер сау болсын. Енді құрметті де қадірменді апайларды жақсылап барлығын шығарып салайық. Біздің кешіміз біткен жоқ, ары қарай кешімізді жалғастыратын боламыз. Керемет дайындап қойған сыйлығы бар екен. Аман болыңыз, сау болыңыз, туылған күніңіз құтты болсын. Енді осыны өткізгенде өте қуаныштымын. Мына ұйымдастырғанға, қыздар жағы ұйымдастырғанға Гүлназға рахмет. Аман болыңдар, қайда жүрсеңдер де. Мына жігіттер айқайшы. Жігіттер, мына 88 жігіттеріне көп рахмет айтамын. Келіндерге де рахмет айтамын. Ауыр сөз айтсам, кешірім сұраймын. Ол бәрімізді білесіңдер, өйтпесе бұл жер өтпейтін болды, ұйымдастырылмайтын болды. Сондықтан бәрімізден кешірім сұраймын. Аман болыңдар, қайда жүрсіңдер де. Тек осындай 88-ші Байшкір Әбдіразақов атындағы мектептің түлектері 20 жылда
келді сол сәтте менің сыныптастарым ұстазы аналарындай, бір үйдің балаларындай, себеп көп сағынатындай. Сыныптастарым тамаша армандарымыз, таудай талғандарымыз, ерекше салған әніміз менің сыныптастарым. Теңге жинап тиында бардық сухой вечерге, басымыздан балалық қызықты шақ төбеттен, қыздар өтіп тұрушы жанды өшкен светтен. Алтын үйе мектебім түзеп талай тентегін, қанша қанат қақсам да сенен алыс кетпедім. Шықты қанша дарында, шықты талай ғалымдар, әлі биік самғайтын түлектер бар жалында. Сыныптастарым ұстазы аналарындай, бір үйдің балаларындай, себеп көп сағынатындай. Сыныптастарым тамаша армандарымыз, таудай талғандарымыз, ерекше салған әніміз менің сыныптастарым. Жетуге бақытқа кешікпе, асықпа, бәрінің уақыты бар, уақытыңда уақытша. Сүрініп жатып та құлауға асықпа, бәрінің уақыты бар, уақытыңда. Әнімді тыңда, қалай қалың қалай бөлегім, жүрегім мұлтап төсіне керегін, мені жалғыз түсінетін адам сен. Мен сенікі, сен менікі, екеумізге ортақ махаббат. Мен сенікі, сен менікі. Еркелеп күле бердің, сол менің тілегенім, арман боп ән болып жүре бергін. Қайран менің бала шағым-ай, шаруамда шала шағым-ай. Арман күтіп жүрген алдан, артта қалған тамаша күн-ай. Қайтыра алмас тамаша күн-ай, саған қалай жол ашамын-ай. Әкем желкелетіп, анам еркелетіп, бала күнде баласадым-ай. Арман күтіп жүрген алдан,